Келесі безу теоремасына байланысты қарастыратынымыз бұл мына үшінші есеп екен. Px көміршелігін x квадрат қосылған x минус 6-ға бөлген кездегі қалдық 3x минус 1 екен. Олай болса бірінші px-ті жазып алайық. Px қалай жазылады екен? X квадрат қосылған x минус 6 көбейтілген qx қосылған 3x минус 1 деп жазылады екен. Ал енді келесі бізде осы px-ті x минус 2-ге бөлген кезде де қалдығын табыңыз деп тұр ғой. Демек, x минус 2 көбейтілген қандайда бір tx деген көміршелік қосылған rx деген қалдық болады. Бірақ қалдықтың дәрежесі x минус 2-нің көміршелігінің дәрежесінен бір кем болады. Яғни ол ең үлкен дегенде бір қандайда бір тұрақты сан, сонда ол a-ға тең екен ғой қалдығы. Енді олай болса біз 2 деген санды алып тексеруіміз керек екен. X тең 2. Неге дәл ғана осы 2-ге тоқталып қалдық? Себебі x-тің орнына 2-ні қоятын болсаңыздар, онда мына tx-ға көбейтілген бөлігі 0-ге тең болып кетеді. Сонда бізде міне p-ның 2-дегі мәні неге тең болады екен? 2 минус 2 0-ге тең. Онда оны t2-ге көбейтеміз, бәрібір 0. Сонда қосу a ғана қалады екен. Ал енді келесі p2-нің мәнін бастапқы берілген мына бірінші px-ның жазылуына қоятын болса, 2-ні мында апарып қоятын болсаңыздар 4, қосу 2 6, 6-тан 6-ны азайтасыздар 0. Сонда бізде тек қана не қалып отыр? Мынау px емес, p2 мына жер. Сонда ол тең 3 көбейтілген 2 азайтылған 1, яғни 5-ке тең екен. Сонда p2-нің мәні a-ға тең және p2-нің мәні 5-ке тең деп тұр. Онда бұдан бізде a-ның мәні 5-ке тең екендігі шығады. Олай болса жауабын жазайық. Сонда rx деген қалдығымыз 5-ке тең болып тұр екен ғой. Сонда мына px дегеніміз жалпы жазатын болсақ, негізгі жазылуында px дегеніміз ол былай жазылады ғой. Қандайда бір нені алайық? Т дедік, бір ax көбейтілген мұнда bx келесі қосылған rx түрінде жазылады. Яғни мынау rx дегеніміз қалдығы болып тұр ғой. Сонымен қалдықтың мәні x минус 2-ге бөлген кездегі қалдығының мәні 5-ке тең екен.